Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен осындай әп-әдемі пирогты дайындайтын боламыз, және бұл пирогқа әртүрлі жемістер қосып дайындалады. Бізге ең алдымен ұн, су және қант, сары май және осындай әртүрлі жемістер керек болады. Менде бүгін шабдалы. Содан соң крахмал керек. Біз ең алдымен ыдысымызға ұнды саламыз да, оның үстіне жаңағы қанттың бір ас қасық қант саламыз. Қалғаны біздің салмамызға кетеді. Енді осы ұн мен қантты жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң үстіне қатты сары майды саламыз да, қолымыздың көмегімен езіп ұнтақтап екеуін біріктіретін боламыз. Міне біздің ұн мен сары майымыз осылай бірігіп ұнтақ болып шығу керек. Содан соң үстіне суымызды құямыз да, қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып қамыр илейміз. Қамырымызды ұзақ илеп қажет емес, өйткені сары майымыз еріп кетуі мүмкін. Міне біздің қамырымыз қатты немесе жұмсақ емес, біркелкі болып шықты. Енді осындай пищевой пленканың көмегімен ораймыз да, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Жарты сағат өткеннен соң қамырымызды аламыз да, кішкене ұн қоса отырып, пергамент қағазының үстіне жаямыз. Тоңазытқышқа салғанда қамырымыз қатты болып қатып қалмауы керек, кішкене ғана формасын қатты қылып ұстап тұруы керек. Міне осылай оқтаудың көмегімен қатты жұқа емес, немесе қатты қалың емес, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Міне видеодағыдай болып шығуы керек. Енді қамырымызды жайып болғаннан соң үстіне бір ас қасық крахмалды себеміз де, оны жақсылап жайып шығамыз. Қатты шет-шетіне қарай жаймаймыз, видеодағыдай етіп қана жайып қоямыз. Ендігі кезекте біз жемісімізге кірісеміз. Жемісіміздің осылай ортасындағы дәнегін алып тастаймыз да, өзін жіңішке етіп осылай видеодағыдай турап шығамыз. Бұл жерде мен шабдалыны қолдандым. Сіздер өрік немесе басқа да құлпынай секілді түрлі жемістерді қолдана берсеңіздер болады. Міне жемісіміздің барлығын турап болғаннан соң жаңағы крахмалдың үстіне барлық жемісті тізіп дөңгелек етіп барлығын қойып шығамыз. Содан соң жемісіміздің үстіне жаңағы қалған қанттың барлығын біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Егер де жеміс қатты қышқыл болса, қантты көбірек сеуе беріңіздер. Міне біздің пирогымыз жартылай дайын болып қалды. Жанындағы қамырлардың барлығын осылай домалақ етіп пішінге келтіреміз. Және үстін қаттырақ басып қоямыз, өйткені қазір піскенде ашылып кетпеуі керек. Міне біз пирогымызға форма бердік. Енді жаңағы жан-жағына жұмыртқа жағып шығамыз. Егер жұмыртқа жақсаңыздар, пирогымыз жылтырап әдемі болып тұрады. Пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне осымен біздің пирогымыз осылай оп-оңай болып дайындалады. Әсемдік үшін бетіне қант ұнтағын сеуіп, өздеріңіз қалауларыңызша сәндеп, шаймен іше берсеңіздер болады. Міндетті түрде тура осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, және қамыры да қытырлап, әдемі болып піседі. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне алдағы уақытта қандай рецепт күтесіздер жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.